Сәлем достар, үй жағдайында донер дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңырау белгісін баса кетіңіз. Ең бірінші тауықтың етін көрсетілгендей етіп, майдалап, жақсылап турап шығамыз. Кейін табамызға май құйып, жақсылап қыздырып, етімізді саламыз және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. Біздің етіміз піскенше басқа заттарымызды дайындай берейік. Қиярды алып, ортасынан қақ бөлемізде соломка түрінде майдалап, жақсылап турап шығамыз. Келесі бір дана қызанағымызды да жақсылап соломка түрінде турап аламыз. Одан кейін картопымызды алдын ала турап, кішкене уақыт суға салып қоямыз, крахмалдары шығу үшін. Және одан кейін соломка түрінде тураймыз. Картопымызды турап болғаннан кейін қағаз сүлгілерін үстіне жайып, жақсылап кептіріп аламыз. Осы уақыт аралығында біздің етіміз де пісіп қалды. Етімізді басқа бір ыдысқа салып аламыз. Және осы табанның үстіне май құйып, картошка фриімізді қуырамыз. Мен картошка фриға дәмдеуіштер қостым. Қалауларыңызша сіздер де қоссаңыздар болады. Мен бұрыш, паприка және прованский травы деген дәмдеуіштерді қолдандым. Картошка фриіміз дайын болғаннан кейін қағаз сүлгінің үстіне түсіреміз, майлары сіңу үшін. Біз барлық заттарымызды дайындап болдық, енді донерімізді жинаймыз. Лавашымызды ұзыннан төсеп, оның үстіне майонез және кетчупымызды жақсылап жағамыз. Кейін бірінші кезекте астына етті қоямыз. Екінші қабатына картошка фриімізді орналастырамыз. Үшінші қабатына мен корейский чимчим салатын қолдандым. Бұның рецептісі менің каналымда бар. Жоғарыға қалдырып кетем және төменде описаниясында болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте қияр мен қызанақты орналастырамын. Одан кейін үстіне майонез және кетчупты тағы да сепіп шығамыз. Негізі майонез мен кетчупты көбірек жаққан жақсы, сол кезде сочный, дәмді болады. Одан кейін лавашымызды жақсылап ораймыз. Және грильницада екі жағын жақсылап қыздырып аламыз. Егер грильница болмаса, табанның өзінде, сковородканың өзінде де жасауға болады. Мінекей біздің лавашымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер және каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.